Бауыржан Момышұлы ұшқан ұя. Бірінші бөлімнің жалғасы. 1921 жыл еді. Ел етек-жеңін жинап тойына бастаған кез. Жаздың бел ортасы болатын. Ауыл қара жол үстіндегі жайлауда. Үлкендер қыстау басында пішен шауып, егін суарып жүрген. Малшылар Ақсай бөктеріндегі жайлауда қоныс тепкен. Мен қозы баққан балалармен бірге жүрмін. Шілік ойнаймыз. Осындай ойын қызған шақ еді. Кенет қара жолдың бұйра шаңын баяу тұтып, торқасқа мінген жолаушы келеді екен. Бізге жақындағанда ат тізгінін тежеп тіл қатты. «Әй, балақайлар, бері келіңдер!» Біз тобымызбен жүгіріп бардық. Бір байқағанымыз жолаушының ат тұрманы, киімі ел адамдарына қарағанда өзгешелеу екен. Ширатқан қара мұртты, қырынған көк иекті, қара көк ат жақты, қыр мұрын жігіт бізге қарап жымиып тұр. Жас шамасы 30-ды жағалап қалған сияқты. Ол кілем қоржынынан қол салып бір-бір уыс өрік үлестірді. Сонан соң қамшысын шошайта сілтеп бізге тіл қатты. «Ана ауыл Үсен әулетінің тұрағы ма?» «Иә» деп шу ете түстік біз. «Дәуренбай тірі ме?» «Я, атам әлі өлген жоқ», деді мені 2-3 жас кіші Мырзабай. Ат үстіндегі жігіт езуін жиып күліп алды. «Сен өзің кімнің баласысың?» «Мырзабаймын ғой». Жігіт тағы да мейірлене жымиды. «Атаңның кімі боласың?» «Атам мен апамның баласымын ғой. Егер сенбесеңіз мына балалардан сұраңыз». Жігіт енді қарқ-қарқ күлді. «Неге сенбейін айналайын? Сендім қарағым, сендім. Бұл Дәуренбай атамның үлкен ұлы Ормантай көкемнің баласы», дедім мен білгірсініп. «Ал сен өзің кімнің баласысың?» «Момыштың баласымын». «Әлгі молда Момыш па?» «Я, молда атамның баласы», деп менен бұрын Мырзабай жауап қатты. Жолаушы бізге тағы да 3-4 өріктен үлестіріп берді де ауылға қарай тартты. Біз танымайтын кісінің берген базарлығына мәз болып, қозымызға қарай жүгірдік. Әкем бір күміс білезікке мәймөңке шауып нақыстап отыр екен. Сырттан дауыс естілді. «Момыш, үйдемісің?» Әлдекімнің қырылдақтау үнін естігенде әкем орнынан ұшып тұрып сыртқа ұмтылды. «Ассалаумағалейкум». «Уағалейкум салам. Үйге кіріңіз, Дәуке». Әлгі қалтырақ үннің қарт кісінің даусы екенін енді білдім. Дәуренбай ақсақал төрге жайғасып, бүкіл омырауын қаптаған. Жас кезінде ол кісінің жеңгелері қабасақал дейді екен. Аппақ сақалын сипады. Дәуренбай атамның әдеттегідей өзгешелеу толғанып отырғанын сезді ме, әкем мені сыртқа жұмсады. «Әй, сен бара бер, отыра берсін, ешқандай оңашалайтын ағат сөз жоқ», деді Дәуренбай атам. Дәуренбай бабастың үлкен баласы екен. Өз бетімнен ауыл қыдырмайтын, шақырмаса бармайтын, ерекше сыпайы кісі десетін. Сол кезде 70-тен асқан шағы болар шамасы. «Ал Дәуке, 2 құлағым сізде», деді әкем аздан соң. «Сенер-сенбесімді білмей отырмын, Момыш». «Неге, не боп қалды, Дәуке?» «Өлген тірілді дегенге сенесің бе?» деп үлкен қой көзімен әкеме тік қарады. «Сен десеңіз сенейін, Дәуке», деп әкем жымиды. «Жұмбақтамай-ақ айта берсеңізші». «Жұмбақ па, жоқ әлде шынымен-ақ ақиқат па?» «Сенер-сенбесімді білмей отырмын дегенім сол ғой». «Тәңірі-ай, енді не болса да айтсаңшы», деп әкем тықыршып тағы да жымиды. «Жүр біздің үйге, есітеріңді сонда естейсің», деп Дәуренбай орнынан тұрды. Олар кетті, мен аң-таң болып үйде қалдым. Әкем түн ортасында оралыпты. Мал өргізіп болған соң өзі тағы да Дәуренбайдың үйіне қарай беттеді де, жұмбақ үсті жұмбақты шеше алмай мен қалдым.
Кешегі жігіт кім екен? Дәуренбай атам неменеге сенер-сенбесін білмей жүр екен. Әкем ол үйге неге қайтадан кетті? Өлген тірілді дегенге сенесің бе? Сен десеңіз сенейін. Шырағым-ау, сен әлі үйде екенсің ғой. Өзге балалар өрісте қозыларының соңында жүр деген әжемнің даусынан селк ете қалып, орнымнан ұшып тұрдым. Жалма-жан үйден жүгіре шықтым. 2 күн өтті, қозы қайырып жүргенбіз. Қос салт атты қара жолмен күн батысты бетке алып аттанып барады екен. Біреуі бұрнағы күні балаларға өрік үлестірген торы қасқа атты жігіт, екіншісі көк дөненге мініпті. Бұл Мырзабайдың әкесі Ормантай. 3-ші күні Мырзабай да қозы қайырысуға шықты. Бәріміз жаңалық білуге құмартып Мырзабайды ортаға алдық. Алайда жарытып ештеме айта алған жоқ. Қайдан білейін, мені атамның үйіне жолатпай қойды. Әйтеуір өздері күбірлесіп сөйлеседі. Көп адамның басын да қоспады. Молда атам, Аққұл атам, Тоқмырза атамдардан бөтен ешкім де болған жоқ. Мырзабай одан өзге ауыз тұшыр әңгіме айта алмады. Молдеке, анау күні Дәуренбайдың үйіне келген жігіт кім екен деп сұрады әкемнен бір туысымыз. Ормантай оралған соң бірақ білерсіңдер, әзірше сабыр ете тұрыңдар, деді әкем оған. Қара жолдан қос дөңгелекті 3 сарт арба, бір топ аттылар көрінді. Атты топтан 3 жігіт суырыла шығып, ауылға қарай құйындата шауып келеді. Сүйінші, сүйінші! Дәуренбай атам көзі жасаурап, қол-аяғы дірілдеп, қызыл түлкінің терісін әлгі жігіттерге ұсынды. Менің әкем жарты уыс күміс теңге салды. Өзгелер де жамырасып, жақсы хабар әкелген жігіттерді сыйлап жатқанда естігеніміз қуанышты жалғыз сөз еді. Жұрттың бәрі жаңа туысқандар келді, жаңа туысқандар келді деп елпілдей жүгірісіп жүр. Ауыл адамдары қарсы алуға шықты. Екі жақ бір-біріне жақындағанда бір шошқа сақалды шал атынан ырғып түсіп, елпелектей жүгірген күйі ауыл адамдарын бастап келе жатқан Дәуренбай атамның алдына әруақ, әруақ деп етпетінен жығылды. У-шу, ығы-жығы, бұрын бейтаныс кісілер көрісіп, құшақтасып, сыңсыласып, төс түйістіріп, опыр-топыр араласып кетті. Өлген тіріледі дегенге сенейін бе, момыш? Сен десеңіз сенемін деген жұмбақтың шешімі осы екен деп 2 нүкте қоя тұрайық. Сөйтсек әлдеқашан ұмытылған Қабаш тіріліп, елге өзі қарабет болып қуылған ата тегі адал қонысына қайтқан екен. Оның баласы 60-тан әлдеқашан асқан Бапыш деген кісі болып шықты. Дәуренбай атамның алдына жығылған сол кісі екен. Қабаштың немерелері Ыстықұл мен Әбдіш екен. Елін іздеп келген жігіт сол Ыстықұл болып шықты. Ал шөберелері Айнаш, Оспан, Әмір, Әлиялар да келіпті. Бапыштың кемпірі мен 2 келіні бар екен. Қабаш тіріліп қайтты дегеннің мәні осы еді. Қабаш елден 25-інде кеткен екен. Ал оның тұңғыш баласы Бапыш ауылды алғаш рет 60-тан асқанда көріп отыр. Олар келген жылы әкем 60-тың 5-інде болатын. Дәуренбай атам шамасы 70-тің 5-еуінен асқан кезі болса керек. Сонда Дәуренбай атам Қабашты 11-12 жасында көрсе керек. Қабаш елден кеткен соң Ташкентке жақын Шыршық өзенінің жағасына барып бірақ тоқтайды. Осында бір орта диқанға жалданып жүреді. Күріш, бау-бақша, мақта өсіруді үйренеді. Кірпіш құйып, үй тұрғызу, аяқ киім жамау сияқты өнерлердің де дәмін татады. Осылайша ол қолынан іс келетін икемді жігіттердің санатына қосылыпты. Сөйтіп жүріп, ол 2 жылдан соң жалданған үйдегі кіші кенайымды жеңгей алып қашып ізіне су құйып жоқ болыпты. Бапыш Термез қаласының маңындағы өзбек ауылында туады.
Бапыш жетіге келгенде Самарқанның салқын тауларының бөктеріне қоныс аударады. «Я балам, біз Құлый деген ел боламыз. Ата мекеніміз Алатаудың Ақсай, Көксай деген бөктерлерінің баурайында еді. Мыңбұлақ аталатын жайсаң жер еді ғой. Жазы салқын, қысы қатал келеді. Құлыйлардың ішінде біз Үсен деген тарауына жатамыз. Үсен болса Өтеулі Батырбек әжі ұрпақтарына бөлінеді. Біз болсақ Өтеуліденбіз. Менің ағам Бабас дейтін кісі болған. Менен мүшел жас үлкен еді. Мен ағайыныммен арыздасып 25 жасымда осы жаққа ауып кеткенмін. Сендер менің бетімді жауып, асымды бергеннен кейін сол елді тауып, үйірлеріңе қосылу жағын ойлаңдар деп қарт Қабаш көз жұмған екен. Ол кезде менің кішкене бала кезім, неге ренжіскендерін аңғара алмаппын. Қайдан білейін дейді Дәуренбай. Мен онда жарық дүниеге келмеппін де, ағайын арасында болар береді ғой. Қапеке, ол жағын қазбалай беріп қайтесіз. Құдайға шүкір, үйіріңізге бала-шаға, немерелеріңізбен топтана қосылып отырсыз депті менің әкем. Әйтеуір маған бір жұмбақ депті Бапыш терең күрсініп. Жаңа туысқандар ұқыпты еңбекқор екен, біздің ауылға тез сіңісіп кетті. Ыстықұл ауыл совет, аудандық советтерге қатысып, ел ішіндегі белгілі активтердің қатарында болып жүрді. Оның Оспан дейтін ұлы менімен түйдей жасты еді. Бірге өстік, әбдеш те өз қатарынан қалып көрген емес. Жаңа туысқан деген жанама ат 1-2 жылда ақ ұмытылып еді. Қабаштың басын қасқалаған Бабастың кенжесі Орманқұл еді. Ол Момынқұл Құлжабайлармен құрдас екенін айттық қой. Атын атаған соң сол кісінің де құлағын аздап шулаталық. Орманқұл орта бойлы, ат жақтау, қалың қара қасты, мұнар көз, қыр мұрын, қара мұрт, қаба сақал жігіт еді. Жалғыз атты жазатайымда мертігіп өліп, Орманқұл біздің ауылдың тілімен айтқанда пиязда кедейлік кішкенене 4-5 жылдай болған. Атсыздың аяғы тұсаулы дегендей, қу-томар кедейдің өзі болғандықтан ол жиын тойдан қашқақтап қыстауынан ұзай қоймайтын. Тұйық тірлік кешіп көңіл көтерері жалғыз домбырасы еді. Жұрт аралап жұғымсыз бопта көрген емес. Біздің үйде көп жатып зеріккен Құлжабай басқа жекжаттарын аралаған соң қайта оралды. Әдейі ымырт жабылғанда келді. Мына Орманқұлды біреу болмаса біреу көріп қалама деп қара жолдан қайырылып, орағытып жеттік әпке деді әжеме күлімсірей қарап. Жақсы бопты шырағым, келгендеріңе қуаныштымыз деді апам енді Орманқұлға ойысты. Апаң қалай, жақсы ма қарағым? Шүкір, әнеу күндері аздап тұмауратып еді, енді айықты. Мына қақыраған қыста менің де оқта-текте түшкіріп пысқырып қалатыным бар, ондай бола береді. Апаңның амандығына шүкір қарағым, қысылмай қымтырылмай жайбарақат жайғасып отырғын шырағым. Сонан соң апам бушақ басындағы келініне тіл қатты. Қазанға Орманқұлдың сыбағасын атап салыңдар. Тамақ алдындағы шайды тездетіңдер. Әкемнің жай сұрасқанына Орманқұл: «Иә, солай, шүкір Молдеке, ләппай, әрине, әбден сөйтті ғой, жүдә болмай-ақ қойды ғой, тіптен айтпаңыз, Молдеке, сөйтті білем» деп қысқа жауап қатып отырды. Шай үстінде Құлжабай жүрген жерлерінің әңгімесін айтып отырды. Біраз әңгіме араласқаннан кейін бірнеше шумақ өлеңнің аяғында: «Орманқұл, сен қайдағы, мен қайдағы, біреудің менде өзіңдей сар бойдағы, осындай оқта-санда жолыққанда, өлең айт сырыңды ашып қайдағы» деп кезек бұрды. Орманқұл төмен қарады. «Менің өлең айтпайтынымды білмеуші ме едің? Домбыра болмаса?» Онда домбыраңды қолыңа алғын, маған да соның керек еді» деп Құлжабай күлді. «Қысылма қарағым, бұнда бөтен ешкім жоқ қой» деді әжем. «Мен ақын емеспін, әншімін»
дейді біреу. Мен әнші емеспін, күйшімін дейді біреу. Орманқұл күйші еді. Бір ғажабы ол домбыра тартқанда дүниені ұмытып, тілден қалатын. Домбыраны көмейінен қайдағы бір зарлы мұңды төгіп отырады. Ал енді күй тартқысы келмесе, домбыра атаулыны таңдап, жоқ болмайды екен деп жаратпайтын. Орманқұл әйтеуір томаға тұйық жан еді. Ішінен күй қайтарып, іштей тынып, өзімен өзі сырласатын саяқ жан еді. Бұл жолы да үн қатпай, домбырасын баптай береді. Тиегін түзеп, құлағын бұрап, үнін бабына келтіргеннен кейін баяулатып тарта басады. Ол домбыраның құлағынан басқа ешкім қараған жоқ. Өз тартқанынан өзі шын зейінімен тыңдап отырғандай, өзге домбырашылардай он саусағын серпи қақпайды. Сол саусақтарын ербеңдете жүгіртпейді. Арқасының құрысын жазғандай жұлқынып сілкінбейді. Тұнық терең ой түбінде мамырлап қалғып кеткендей. Бір күйді аяқтаған соң алдындағы шайын ұрттап тыныс алды. Осы кезде Құлжабай желпіне сөйледі. Әй, мынауың сарқырап ағып жатқан Ақсай суының сарыны емес пе? Әй, мынау шақпақтың кейде байсал, кейде ызғарлы желі шығар. Әй, мынауың көкпардың қиқуы мен сайыс тартыс дүбірі ғой. Әй, мынауың кешегі жұмадағы үлей-түлей ұйтқыған ұлыған боранға ұқсайды әй. Орманқұл басын изеп үнсіз құптады. Қап, өлеңді жазып алуға болады, әнді тыңдап үйреніп алуға болады, күйді жазып алуға болмайды екен-ау, деді санын соғып Құлжабай. Әншінің даусы домбыраның көмейі емес, өлеңнің жолы домбыраның пернесі емес, күйдің үні домбыраның төл меншігі, оны күйшінің жүрегі ғана ұға алады, деді Орманқұл. Сенікі рас, Орманқұл, деді Құлжабай ойлана отырып. Қазақтың халық композиторларының нотадан хабары болмаған ғой. Олардың күйлері дарынды шәкірттері арқылы ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырған. Күйді де жазып алуға болатынын тап сол кезде Орманқұл мен Құлжабай да, әжем мен әкем де, мен де білмеппіз ғой. Енді ойлап отырсам, Орманқұл сөзсіз композитор болуы керек. Ол нота түгіл хатта танымаған. Ол кедейліктің зардабынан жалғыз еді, саяқ еді. Қолы қысқалықтан қорынып, оның ұстазы да, оның ізін қуған шәкірттері де болған емес. Оның шығармалары өзімен келіп, өзімен бірге кетті ғой әттең. Қыстың ұзақ кештерінде әкем бізге ертек айтып беретін, өлең үйретіп, дауыстап кітап оқитын. Шағатай тілінен оқитын болу керек. Сөйлемдері боладур, геладур, бередур, үшбу деп келеді екен. Кейбір түсінбеген сөздерімізді әкем ежіктеп отырып мағынасын ұғындырады. Совет үкіметінің алғашқы жылдары біздің өлкемізде бұрқырап тез өте шықты. Қым-қиғаш тартыспен, таптық күреспен, рулық айтыспен, жікшілдікпен топ ұйымдастырып, тор жаюмен, жала жауып, жарға итерумен шұғылданған бұрынғы байлар жасырын тұзақ құрып жанталасып бақты. Олар кедей туыстарының тасасында тұрып алып, жаңа өмірге тас атқылады. Адал жандарды аяқтан шалуға ұмтылды. Ауылдағы үстемдікке, болыстыққа, уездегі ықпалға ие болуға қол созды. Әдетте мұндай қым-қиғаш талас сайлаудың алдында басталушы еді. Байлардың мүддесін қорғап, соның сойылын соққандар мұндай тартыстарды лезде өз пайдасына жаратып, қарапайым еңбеккер халықтың назарын негізгі нысанадан ауытқытып жіберуге тырысты. Бұл сияқты жікшілдіктің салдарынан ауыл арасының бірлігі шытынай берген еді. Елге уәкіл келгіштеп алды. Олар жаңа тәртіптің, жаңа нұсқаның мәнін, кедейлердің правосы жайлы жиналыстарда түсіндірді. Мұндай уәкілдердің көп келетіні сонша, тіптен ел олардың аты жөнінде біліп үлгермейтін. Сондықтан өздерінше ат қойып, айдар тағып алады.
уәкілдің тұр-тұрпатына, жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, ақыл-ойына қарай әрқайсысы өзіне лайық атқа ие болады. Дудар бас, шаш қойғанын шашты уәкіл, тақыр иек қырма сақалдысын көк иек уәкіл, шошайма бас киім кигенін молда торғай, тағы бірін жау тымақ уәкіл деп атайтын. Енді бір уәкіл әрбір сөзін боевой приказ деп айта берген соң, оны боевой приказ деп атағаны есімде. Тағы бір уәкіл астына ат мінсе, қарасорпа етіп қамшылайтын да жүретін. Мұны көрген ел уәкілді атсоры деп атап кетті. Келген өкілдің мән-жайына, жөн-жобасына қарай қойылған аттар қаншама еді. Жер уәкілі, су уәкілі, салық уәкілі, ағарту уәкілі, сайлаушы уәкілі, айдаушы уәкілі дегендердің бәрі де біздің ауылға ат ізін салғандар. Уәкілдер неге екені белгісіз тез ауысушы еді. Ел мұны әр саққа жүгіртіп жүрді. Менің бала қиялым соның бәрін егжей-тегжей байыптап бермейтін. Әкем бұл кезде 60-ты алқымдап қалған еді. Сондықтан ауылдағы қызу өмірге белсене араласа алған жоқ. Оның есесіне көкем үй бетін көрмейтін болды. Жиналыс атаулының бәріне қатысып, сайланбаған қызметі қалмады. Сондықтан елуліктің, жүздіктің арасынан делегат боп сайланды. Ауыл советтің төрағасы да болды. Қосшы одағының бастығы да болды. Бір рет болыстық қосшы одағы бастығының орынбасарына сайланғаны да бар. Дегенмен қанша талпынып, қанша құлшынғанымен көкем әйгілі адам бола алмады. Сайлау сайын көтерілудің орнына қызметінен зырғып түсіп жататын. Бұған кінәлі оның қабілетінің аздығы емес еді. Көкем ауылдағы жікшілдердің жемі боп қала беретін. Серкебай нағашым көкеме кездескен сайын қыжғырып, өз орны үшін таласа алмаған ынжықсың, нағашы бабаң Текебай биге тартпай түп сүйегіңді қорлап жүрсің. Соның бәрі құраннан безіп, құлдық етудің ұмытқанының кесірі деп кейіп отыратын. Ел жақсылары қара тізімге ілігіп жүргенде 6 ай қызметке ақымақ торғай да шыдайды деп келемеждеуші еді нағашым. Міне мен жарықтық әкем Текебай бидің аруағына таңба түсірмей әлі күнге дейін Серкебай би атанып жүргем жоқ па деп қамшысымен жер сабалайды. Ал сен күшік болсаң, мас кісідей әр қызметтен бір құлаумен келесің, намыстанып өлетін болдық қой түге. Көкем ақталмақ боп жаңа тәртіп жайлы түсіндіре бастайды. Ондайда тауыққа жұмыртқасы ақыл үйрететін болған ба деп кекететін Серкебай нағашым. Есердің естіге жөн үйреткені шынымен. Нағашы-ау, сіздің шалқыған дәуіріңіз өтіп барады ғой, ендігі өмір талабы өзгешелеу. Сен не деп отырсың, әй ынжық деп Серкебай көкемнің кеудесінен қамшысымен нұқиды. Қалай деп көкейсің шірік, не дедің сен? Түкте дегенім жоқ, жай аузымнан шығып кетті деп міңгірледі көкем. Үлкеннің бетінен алғанды саған көрсетермін мен, деп нағашым бұлқан-талқан болады. Кіммен бәсекелесетініңді тапқан екенсің, қотыр бұзаудай арқандап қоюға әлі шамам келеді. Көкем арқасын қамшы осып кетпесін деп үнсіз отыра беретін. Оңтайлы сәті келгенде осынау адынуынды шалдан аулақ жүруге тырысып, сыртқа зып беріп шығып кетеді. Шал оның соңынан біраз ұрсып, бұрқылдап отырады. Япырау, заман не боп барады? Әлдилеген балаң әдептен асып, арпалса бастаса, жақсы адам бола ма деп үміттенген адамың өзіңмен жағаласса не дерсің? Әттең, мына тасыраңдаған жаман неме өз сүйегім ғой, әйтпесе аяқ-қолын керіп тұрып көкпар етер едім. Сонан соң қабағын тұнжыратып, сақалының ұшын шайнап біраз үнсіз отырады да әжеме тиіседі. Мұндай әумесер жиенді несіне тудың әпке? О не дегенің қарағым деп әжем абыржи қалатын. Алланың бергені осы болса, амалым қанша? Иә,
өз қолыңда өзің кесе алмайсың. Әйтпесе ғой, әйтпесе. Мынау өңшең шолақ белсенділер ақ титығыма тиіп болды деп ашуланады Серкебай. Ең ақыры өз жиенің бетің бар, жүзің бар демей, сіздің дәуіріңіз өткен деп былжырайды. Бұл қартайғанда естер сөзім бе еді? Сен енді Серкешжан балаға кешірімді бола ғой, байқамай айтып қалған шығар деп әжем бәсең үнмен күбірледі. Байқамай қалған шығар, қайдағы байқамай? Эх, деп Серкебай кекесінмен күлді. Мен оған байқамағанды көрсетермін. Мен есірген белсенділерді итке тастайтын сүйекке таластырармын әлі. Аш қасқырдай арсылдатып қоярмын. О не дегенің Серкеш, өз адамдарың емес пе деп шошып кетті әжем. Әй есек деп айқайлайды Серкебай. Үйге кір. Көкем сонда ғана қайтып оралады. Аяғыма жығылып кешірім сұра деп бұйырады шал. Көкем не істерін білмей дағдырып тұрып қалды. Момынтай-ау, оның не? Кешірім сұрай ғой, жасы үлкен нағашың ғой деп араға әжем түседі. Көкем өжеттігін қойып тізе бүгеді. Серкебай нағашымда ашуын лақ еткізіп, төге салып көкемнің тентектігін лезде кешіретін. Біздің үйдегі тап тартысының таңбасы осылай есімде қалып қойды. Ал ел арасындағы таптық күресті мен жол-жөнекей баяндап, өзімнің өмірге араласқан сәттеріме орай айтармын. Ауылдың қоғамдық жағдайы, ел ішінің өресі қандай болғанын өзімнің де өсу өріме сәйкес әңгімелермін. Әзірше асықпай-ақ қоялық.